Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздермен меренговый сметанник пісіреміз. Құрамына керекті заттар: қамыры үшін ұн, сары май, жұмыртқа, сахар, ванилин, разрыхитель және салқын су керек болады. Начинкасы үшін сметана, ұн, сгущенка, шие, сахар және бетіне сәндеу үшін сахарный пудра керек. Ал пирогты жасау барысында осы заттардан пайдаланамыз. Алдымен ұнды ыдысқа саламыз. Сары майды салып, ұнға жақсылап аунатып аламыз. Сары майымыз салқын болу керек. Енді оны теркадан өткіземіз. Крошки жасаймыз. Мен 72,5% сары майды қолдандым. Барлық сары майды көріп тұрғандарыңыздай ұнға аунатып теркадан өткізіп аламыз. Енді сары май мен ұнды бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Сары майдың үлкен түйіршіктері қалмауы керек. Ұн мен сары майымыз жақсылап араластырылды. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөлек ажыратып аламыз. Ақуызды меренге жасау үшін, сарыуызды қамырды біріктіру үшін қолданамыз. Енді жұмыртқа сарысына салқын су, сахарды салып жақсылап араластырамыз. Қолданған суымыз салқын болуы керек. Ұн мен сары майдың үстіне ванилинді және разрыхительді салып кішкене араластырамыз. Алдын ала дайындаған сарыуызды салып, қамырды жақсылап біріктіреміз. Біркелкі жұмсақ қамыр пайда болды. Егер қаласаңыз, холодильникке қамырды салып, біраз салқындатып алуға болады. Мен бірден жайып алуды жөн көрдім. Қамыр оңай жайылу үшін ұн сеуіп алуға болады. Оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың размері форманың размеріне сәйкес келуі керек. Мен барлық пирогтарды жасауда 26 диаметрлік форманы қолдандым. Қамырды формаға жақсылап орналастырамыз. Жан-жағын жақсылап қолымыздың көмегімен орналастырып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай формаға қамырымыз өте жақсы орналастырылды. Енді начинка дайындағанға дейін холодильникке саламыз. Жұмыртқаның 2 сарыуызын қамырды жасауға қолдандық, ал 2 ақуызды начинкасына қолданамыз. 2 ақуызда меренге жасаймыз. Кішкене миксердің көмегімен көпіршітеміз. Көпіре бастаған кезде сахарды аз-аздан салып, көріп тұрғандарыңыздай миксердің көмегімен араластырамыз. Сахарды салып біткеннен кейін шамамен 1-1,5 минут бойы ақуызды көпіршітеміз. Ақуызды өте көп араластырып, қатайтып жіберуге болмайды. Енді бөлек бір ыдысқа сметана, сгущенканы саламыз. Мен хош иісті болу үшін кішкене ванилин салдым. Егер сіз қаламасаңыз, салмауға да болады. Кішкене араластырып аламыз. Енді ұнды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнды жақсылап араластыруымыз керек. Түйіршіктер қалмауы керек. Лопатканың көмегімен соңғы рет тағы да араластырамыз. Енді меренганы бөліп салып, сметанамен бірге араластырамыз. Ісінген меренганы түсіріп алмау керек, өте ақырын араластыру керек. Көріп тұрғандарыңыздай, төменнен жоғарыға қарай ақырын меренганы құлатып алмай араластыру керек.
Енді венчиктің көмегімен сметана және меренганы жақсылап біріктіреміз. Төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Ақырын араластыру керек. Меренганың ісінгенін түсіріп алмауымыз керек. Араластырып біттік. Енді холодильниктен қамырды шығарып, начинканы саламыз. Ақырын салу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді лопатканың көмегімен начинканы қамырдың барлық жеріне тегістеп жайып шығамыз. Енді шиемізді орналастырамыз. Шиенің косточкалары болмауы керек. Барлық жерге сәндеп жақсылап орналастырамыз. Шиелерді қасықтың көмегімен төмен қарай итеріп, бетін начинкамен толық жабамыз. Егер толық жабылмаса, пісу барысында жарықтар пайда болады. Дайын. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35 минут пісіреміз. Пирогымыз өте әдемі ісініп пісті. Ыстық күйінде формадан шығаруға немесе кесуге болмайды. Кем дегенде 2 сағат салқын жерде суытып аламыз. Пирогымыз суыды. Енді формадан шығарып, бетіне сахарный пудра сеуіп сәндейміз. Өткір пышақтың көмегімен кесеміз. Көріп тұрғандарыңыздай ісінгендер біраз төмен түсті. Уайымдамаңыздар, осылай болуы керек. Өте әдемі, өте нәзік көрініске ие. Бетіндегі вишняның көрініп тұру себебі балалар қолдармен біраз шұқылаған. Назар аудармаңыз. Осымен біздің меренговый сметанник пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте әдемі, нәзік, хош иісті, ауызда еритін пирог болды. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыз.